Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. Бүгінгі видео сабақта мен осы көбіне жалпы пайдалы болады деген оймен осы кэшбэк сервистері дегенімізде және оны қалай қолдануға болады деген осы тақырыпты жалпы видео түсіргенді дұрыс көрдім. Әрине алдыңғы бір видео жасап жатқан кезде соңғы жағында айтқан болатынмын. Келесі видеода осы кэшбэк сервистері туралы айтамын. Жалпы олар арқылы ақшаны қалай экономдауға болады деген сияқты, енді үнемдеуге болады деген сияқты. Енді бұл жерде жалпы кэшбэк деген сөз жалпы соңғы уақытта осы медиа жарнамада көп рет естідім. Мысалға картаны жарнамалап жатады, мысалға 5% кэшбэк бар, 3% кэшбэк бар деген сияқты. Енді кэшбэк дегеніміз не? Бірінші соны айта кетейін, себебі оны пока түсінбейтіндер болуы мүмкін, немесе оны естіп жүрсе де түсінбейтіндер болуы мүмкін деген сияқты, немесе мүлде естімегендер болуы мүмкін деген сияқты. Енді кэшбэк дегеніміз не? Жалпы кэшбэк деген сөз таза маркетинг бұл. Жалпы оны ойлап тапқан адам жалпы барлығына удобный қылып істеген. Мысалы оның жұмыс істеу принципі мынадай. Енді көптеген техникалық терминдермен алмай ақ қояйын, ең қарапайым тілмен түсіндірейін. Мысалға кэшбэкте жалпы сервистердің жұмыс істеу принципі мынадай. Бұл жерде негізгі рөлді 3 адам ойнайды. Сатып алушы, сатушы және соларды ұйымдастырып беретін адам. Бұл жерде сатып алушыға қандай пайда түседі? Сатып алушы былай істейді. Мысалға, мен кез келген дүкенге барам, 10.000 теңгеге 10.000 теңгеге мысалға бір жиһаз сатып алам, орындық, және ол айтады, 10.000 теңгеге сатып аласың, және 5% кэшбэк ретінде, жарайды 10% кэшбэк ретінде мен 10.000 теңгенің 1000 теңгесін өзіме қайтарып алам қайтадан. Енді қайтарып алам деген сөз. Енді кэшбэк сервис арқылы, яғни пайдасы, мен ана дүкеннен 10.000 теңгелік заттың 1000 теңгесін өзіме қайтарып алам қайтадан. Енді бірақ бір сұрақ туындайды. Ол дүкен иесінің маған 1000 теңгені, яғни 10% қайтарып бергеннен оған қандай пайда бар вообще бір. Енді және бұл жерде үшінші адам бар. Ол үшінші адам былай істейді. Жаңа дүкен иесіне айтады. Мен саған клиентше берем, сен маған одан түскен пайданың 20%-ін бересің. Одан кейін барып, ол маған айтады, сен мынадан ал, сен мына дүкеннен ал, мен саған ақшаның 10%-ін қайтарып берем дейді. Яғни мен жаңа дүкенге барып алам, 10.000 теңгеге, ол 10.000 теңгені алады, 2.000 теңгесін жаңаға клиент жіберген адамға береді, ал клиент жіберген адам маған 1000 теңгесін қайтадан өзіме қайтарып береді, 1000 теңге өзінде пайда қалады. Яғни кэшбэк сервистерінің жалпы түсінікті тілде айтатын болсақ, жұмыс істеу принципі осындай. Енді оған арналған қазір ешқандай адамның қажеті жоқ. Кэшбэк сервистері көп, өте сайттар бар сондай. Қазір бәрі соңғы технологияға негізделген әртүрлі осындай сервистерді айта кетейін. Менің жалпы ұсынатыным Letyshops деп аталатын, letyshops.com деп аталатын сайт. Бұл жерден біз осындай дүкендерден сауда жасап, белгілі бір процентін өзіміздің шотымызға қайтарып алсақ болады. Мен өзім тәжірибе жүзінде қолданып көрдім, ешқандай обман жоқ, ешқандай халтура жоқ бұл жерде. Енді жалпы пікірлер өте мықты, осы сервисті қолдансаңыздар болады. Енді оған тіркелуге арналған сілтеме осы видеоның астында бар, соны басып бірден 40 секундтың ішінде жаңа аккаунт ашып қолдана берсеңіздер болады. Енді бұны қалай қолданамыз? Қалай қолданамыз деместен бұрын, мен бірінші бұл жерде қандай дүкендер бар, бұл сервиске қосылған қандай дүкендер бар, соны айта кетейін. Енді жалпы AliExpress бар. AliExpress-тен сатып алатын болсақ, біз ақшамыздың 3%-ін өзімізге қайтарып аламыз. Ламодадан сатып алатын болсақ 4% бар. Кейбіреулерінде процент емес, белгілі бір ақша көлемі бар. Мысалға Озоннан алсақ 2% қайтарып береді. AliExpress-тен 3% қайтарып береді. Одан кейін тағы да қарайық, мысалға қандай дүкендер бар екен. Мысалға мына жерде дүкеннен алатын болсақ 150 рубль деп қойған. Яғни біз әр сатып алғанымыз үшін 150 рубльді өзімізге қайтарып аламыз деген сөз. Енді мына ресейлік сервис. Бұл жерде мысалға 150 рубль, мысалға мына жерде кэшбэк 4%. Енді бұл жерде 5% сол орта норма ғой, ал одан көп болатын болса, сатушы шығынға батып кетуі мүмкін. eBay-ден сатып алатын болсақ 1,5%-ін өзімізге қайтарып аламыз болады. Енді бірақ бұл нормально, мысалға 100.000 теңгеге сауда жасайтын болсақ, 3.000 теңгесін жеке шотымызға түсіруімізге болады. Өзімізге қайтарып аламыз. Дегенмен эконом деген жақсы ғой енді. Бұл жерде енді
мен мына дүкендермен жалпы сатып алмаймын, көбіне осы Алиэкспресстен тауар сатып аламын деген сияқты. Енді бұл жерде мысалы менің шотымда 431 рубль бар, примерно 3000 теңгедей. Ал мен бұның бәрін осы Алиэкспресстен сауда жасау арқылы өзімнің қайтарып алған. Енді бұл ақшаны өзің шотыңа алу үшін 500 болу керек, және мына жерде 7 рубль тұр. Алдында бір флешка алдым ау деймін, сол флешкада мысалға 7 рубльді мен өзім шотыма қайтарып алдым. Әрине ол флешка деген өте арзан тұрады, 1000 теңге. 1000 теңгенің 3% примерно осындай болып қалады. Енді Алиэкспресс арқылы көрсетейін. Ол үшін осы дүкенге тіркелесіздер осы видеоның астындағы, одан кейін осы кез келген дүкеннің үстін басасыздар осы жерде. Және мына жерде қосымша ақпараттар бар. Егер телефонмен заказ беретін болсаң 1,5%, ал басқа бөлімдерде мысалы компьютермен заказ беретін болсаң 3%, немесе басқа осындай категорияға жататын тауарларға 1%. Жалпы компьютермен қолдануды ұсынамын. Перейти в магазин дегенді басамыз. Осы жерден мына жерде қосымша ақпарат бар. Кэшбэк бір тауар сатып алатын болса 33 күннің ішінде сіздің шотыңызға түседі. Максималды 60 күн. Енді Алиэкспресте тауар максимум 60 күнге гарантия береді ғой енді. Қосымша пікірлерді қарауға, мысалы мына жерде 5966 пікір бар, көбі 5 жұлдыз қойған. Енді түсінбеушіліктер болуы мүмкін, мысалы 1 жұлдыз қойған. Менде жалпы өзім қолдандым, ешқандай проблема болған жоқ мына жерде. Енді техника болғаннан кейін техникада кейбір жерлерінде қате кетіп қалуы мүмкін. Көбі мына жерде 90% довольныйлер мына жерде 1 жұлдыз қойып қойған, 5 жұлдыз қойғандар бар. Енді 4 жұлдыз, 3 жұлдыз дегенді шыны керек көрмеппін мына жерде. Біреуде плотно жұмыс жасамай қалады, біреуінде бәрінде жұмыс жасап жатыр, басқасында әрине. Енді дүкенге өтетін болсақ, мына жерде арнайы сілтеме бойынша өтеді. Бұл жерде кез келген тауарды таңдаймыз осы жерден. Мысалға бізге қажет не бар? Мысалға мына жерде кез келген тауар, осы мысалға телефонда алайық, бағасы 200 мың теңге тұрады екен. Енді арзандау зат алайын мына жерде. Мысалға мен примерно мысалға осы пылесос, шаң сорғыш. Осыны таңдайын мына жерден. Бағасы осындай дейді. Мына жерде негізі страницасы ашылмай тұр. Мысалға мен құлаққап таңдайын, осы қарапайым ғана. Бұдан маған қанша пайда түседі көрейік қазір. Егер мен осы жер арқылы сатып алатын болсам, мысалға менде уже мынадай шығып тұр. Енді мынадай шығу үшін сізде Google Chrome'ға арналған, енді Google Chrome болғанда көптеген осы танымал браузерлерге арналған бұл сервистің өзінің плагиндері бар. Мысалға Firefox'қа арналған немесе сол сияқты. Ал Google Chrome'ға арналған, тілім келмей қалды ғой. Google Chrome'ға арналған осындай плагин бар, осыны жүктеп алсаңыздар болады. Және мына жерде егер мен осы құлаққап сатып алатын болсам, маған менің шотыма $4 төлейді екен. Міне осылай жазып қойған. Мынаның бағасы $мен $18 болады, және 3% примерно 14, яғни $4 болады. Примерно міне осылай кэшбэк активирован деп тұр. Яғни егер міндетті түрде осы плагинді орнатып алыңыз, егер кэшбэк жоқ болатын болса, онда шамамен осы жерде активировать кэшбэк деген батырма атады. Оны басқаннан қайтадан мына жерге перезагрузка істейді, одан кейін сауда жасаңыз. Ал егер олай істемейтін болсаңыз, сіздің шотыңызға қайтарып бермейді деген сөз. Енді мына жерде тағы бір пайдалы функция бар, динамика цены деген. Примерно мына жерде міне мысалға ценасы қалай өзгерді, соны көруге, мысалға мына жерде 20 март күні $24 болған, одан кейін барып 1 апрель күні 33-ге көбейген, одан кейін барып түскен деген сияқты. Әрине бұл осындай дүкендермен сауда жасайтындарға көбіне бұл пайдалы болуы мүмкін. Енді мына программаға соны тексеріп көрейік. Мына жерде мен $4 деп қойдым, мұны примерно $4 болады. Енді мен мынаны айтып тұрған жоқпын, енді бұл динамика цены, яғни қалай өзгерді, соны айтып қойған бұл жерде. $4 деген қанша болады көрейік мысалға. Енді калькуляторды ашайық. Бұл жерде бізге мына жерде жазып қойған 3%-ын қайтарып береді өзіңнің шотыңа. 3% қанша болады көрейік. Мынаны жауып қойайын былай. Енді 3% мына жерде рубльмен алайық. 1194 рубль. Оны көбейтейін, қазіргі теңгеге айырбастап алайын. Теңгеге көбейтіп алайын. Примерно қазіргі курс осындай шамамен. Бағасы 6000 осындай теңге, оның 3% қанша болады деген көрейік. 3% есептеу өте оңай, көбейтеміз 3-ге, одан кейін пайыз. 200 теңге болады енді. Енді
далаға жіберсе салғаннан өзің шотыңа тұрған жақсы. Примерно сол 200 теңгені сен өзің шотыңа қайтарып береді деген сөз. Яғни 3% шамамен осындай болады. Әрине, егер крупный тапсырыстар жасайтын болсаңыз, одан да көбірек экономдауға болады. Себебі бұл арқылы өте көп ақша үнемдейтіндері тәжірибе жүзінде кездеседі өте көп. Әрине, басқа да дүкендермен жұмыс жасауға болады міндетті түрде. Енді бұда қандай қосымша функциялар бар? Бұл жерде тағы табыс табудың мынадай түрі бар. Мысалға, басты бетке өтейін. Мысалға, сіз біреуге тауар алып берумен айналысатын болсаңыз, айтасыз. Мысалға, тек қана осы тапсырыс беріп беретін болсаңыз, біреуге енді сондай жағдайлар болады. Сол кезде осы кэшбэкті іске қосып қоясыз, оның ақшасын алып аласыз. Мысалы, 5000 теңге тауар 5000 теңге тұра ма, 5000 теңгесін алып аласыз да тапсырыс беріп жібересіз, и сіз 3% қайтарып аласыз. Ал ол кісі ешқандай шығынға батпайды деген сияқты. Енді бұлай да қолдануға болады жалпы. Мына жерде мен өзімнің кабинетіне өттім. Бұл жерге қарайтын болсақ, менде әр тапсырыста міне кэшбэк 96 рубль қосылған, 4 рубль қосылған. Мына жерде өзі арзан зат алған, алдында бір $2 тұратын, содан 4 рубль қосылған, 2 рубль қосылған. Мына жерде 228 рубль қосылған. Осы кезде мен примерно 40 000 теңге $100 тапсырыс бергем. Сол кезде бір примерно 2000 теңгедей мен шотыма қосылыпты. Мына жерде даталар тұрады, мына жерде зачислено в ожидании деп тұр. Негізі мына тауарда маған келді. Қазір мен AliExpress'тегі интернет дүкеніме өтемде, яғни шотыма өтемде, тауар келді деген батырманы басам, егер тапсырыс беріп көрсеңіздер, сол жерде сондай тұрады. Егер соны басқаннан кейін автоматты түрде мына менің шотыма тағы да қосылады деген сөз мына жерде. Яғни в ожидании деп тұр. 27-сіне дейін күтеді. Қазір 23. Одан кейін вывод средства деген бар. Вывод средства арқылы біз мына шоттағы ақшаны өзіміздің картамызға немесе ки위ге аударып алуға болады, немесе шотқа. Міне мынадай способтар бар. Бірақ мына жерде соңғы ережесі бойынша бұл жерде минимум 500 рубль болу керек. Одан кейін жаңа айтып кеткендей, бұл сервис арқылы мынадай табыс табудың түрлері бар қосымша түрде. Егер қолданып көрсеңіздер болады, кейбір жағдайда өте пайдалы. Мысалға, приглашайте друзей и получите 15% от них кэшбэка дейді. Яғни былай істейсіз. Мына жерде арнайы сілтеме береді. Сол сілтеме бойынша мысалға жазып қоясыз, сол сілтемені жібересіз. Мысалға, ол адам сервиске тіркелетін болса, мысалға, ол сервис арқылы 500 рубль экономдайтын болатын болса, сізге 15% шотыңызда қосымша түрде өтіп отырады. Яғни ол осы кэшбэк арқылы мысалға мен 431 рубль таптым. Енді мен де осы біреудің осындай сілтемесі арқылы өттім. Яғни оның 15%, примерно 15% оның шотына өтеді деген сөз. Енді осындай тәсіл бар. Және жақында ғана осындай қосылды. Бұрын мен байқамаппын мұндайды. Мына жерде создайте кэшбэк ссылку и получите весь кэшбэк на покупку с нее дейді. Енді бұл былай. Подробнее басайық. Мына жерге вставьте ссылку на любую страницу магазина дейді. Бұл былай жұмыс жасайды. Мысалға, мен осындай құлаққапты сатып алдым. Келгеннен кейін мысалға бір танысым көріп қалады. О, керемет құлаққап, қайдан алдың? Немесе сол сияқты. Мен де сатып алайын деп едім. AliExpress-тен алсаң, сол сілтемесі маған жіберіп қойшы дейді. Сол кезде мен былай істеймін. Сілтемені көшіріп аламын. Енді оған айтып отырмайсың, мына жерде мынаны қосасың, мына жерде сол кезде экономдайсың деген сияқты. Бұл бізге пайдалы болу үшін мұны былай істейміз. Мына көшірме көшіріп аламыз сілтемесін, және мына жерге қоямын. Фк еткізіп қоямыз да создат. Осы кезде мынадай сілтеме қояды. Осы сілтемені көшіріп аламын. WhatsApp арқылы немесе VK арқылы сілтемен жіберемін. Міне, мен осы жерден сатып алдым, сен осы жерден сатып ала деп. Ол сілтеме өтеді осылай қарап өтеді. Деп бұлай өтеді. Мына жерде кэшбэк осылай ашылады бірінші. Одан кейін жаңа AliExpress-тегі дүкен ашылады. Қазір күте тұрайық. Міне көріп тұрғанымыздай осындай дүкен ашылады. Ол еш ойламастан мына жерде сатып ала салуы мүмкін. Осындай сатып алатын болса, ол былай болады. Егер сатып алатын болса, мына жерде жазып қойған West Cashback деп тұр. Яғни мына жерде мына тауар жаңа көріп шамамен бізге оның осы тауардың 3% автоматты түрде біздің шотымызға өтеді. Яғни сен сатып алмасаң да жаңағы сілтеме арқылы сатып алған адам
тауар қанша тұрса соның 3% сенің шотыңа өтеді. Себебі ол сенің сілтемең арқылы өтті мына жерде. Ол статистиканы осы жерден қарап отырсақ болады. Міне қазір мысалға мен обновить етіп қараймын мынаны. Мына жерде көрейік. Мына жерде мысалға сілтеме біреу, осы жерден қарап отырсақ болады. Яғни бұны қанша адам сатып алды деген сияқты. Әрине бұл өте көп жағдайда пайдалы. Мысалға көптеген ютуберлер осылай істейді. Мысалға өзі Қытайдан бір тауар алады. Ол тауарды сатып алуға арналған сілтеме осы видеоның астында дейді. Сол сілтеменің астына дәл осындай сілтеме қойып қояды. Ол арқылы мысалы ол видеоны кей жағдайда 500 мың адам көреді. 500 мың адамның 1000 адамы жағын сатып алатын болса, оның 3% барлығынан өтіп отырады деген сөз. Яғни бұл да сондай керемет способ жалпы қолдануға болады. Жалпы бұл сервис туралы негізгі видео осы. Егер айтпаған жерлерім болса, немесе бір түсінбеген жерлеріңіз болса, онда видеоның астында пікір жазып қалдырыңыздар. Сол жерде егер маңызды болатын болса, міндетті түрде жауап беретін боламын. Егер видео ұнаған болса, онда әлеуметтік желілерде бөлісіңіздер, пікір жазып қалдырыңыздар. Бүгінше осы, келесі видео сабақта